Қазір таңғы сағат 6, ал біз Поладамыз. Ал Инабат ұйықтап қалды. Мен болсам Поляға келдім. Биыл папа қызылша септі. Ал осыдан күзде қант шығады, мынандай қараңыздар, мынандай заттан. Мынан қараңыздар, біз болсақ Поляда мынандай құртпа бір нәрсе көрдік енді. Не? Қараңыз, мына жеріне бір нәрсе шығып тұр. Мынау мінекей асқабақ, бұның ішінде өскенде дәндер болады ғой, солар базарда дәндерді сатып тұрады ғой бір-бірден. Сондай ішінде де асқабақ бар, сол үшін бізде күзде сатамыз. Қараңыздар, анау жаққа шейін барады. Біз енді қызылшаны аралап келейік. Жүріңдер, достар. Бұл түйе табан деген шөп, андағы тікенегі бар. Бала кезімізде көп болатын пысқанда. Біреу тікендері, біреу тікендері сап-сары болады. Сен бірінші рет көріп тұрсың ба? Бұрын мен бала кезімде Қызылшаға шығатынмын. Мамаммен бірге. Ұстап көрші, ештеңке болмайды. Ол сондай бір қатты тікен емес. Бірақ үстіңе жабысса кетпей қояды. Ne sonda? Bravo. Şimdi. Yeniş. Boğan mı? Aslında mı? Ne?
Ой. Күн. Міне. Мына жақта бізде тағы да қызылша бар. Соны біз көруге кетіп бара жатырмыз. Кеп. Бағана ма? Мынау міне біздің екінші полямыз. Ой, қызылша. Мынау арық. Біз осының ішінден жүріп келе жатырмыз. Осының ішінде су жүреді. Содан кейін осы поляларға су ішеді осы. Bizim polanı gördünіздер сіздер. Ал енді біз үйге қайтамыз.